Баршаңызға сәлем. Қолыңыз нәзік әдемі болу үшін маска жасап тұрыңыз. Мен бүгін бір маскамен бөлісемін. Бұл қолдың жарылғанын кетіріп, қоректендіреді және нәзік етеді. Ол үшін бізге бір жұмыртқаның сарысы қажет. Осылай сарысы мен ағын ажыратып аламыз. Бізге тек қана сарысы қажет болады. Сосын үстіне сұйық май құямыз. Кәдімгі тамаққа қосатын сұйық майдан 2 шай қасық қосамыз, немесе зәйтүн майын қолдануға болады, және 1 шай қасық бал қосамыз. Міне осы 3 ингредиент араласқанша жақсылап тұрып асықпай араластырамыз. Міне осылай толық араласып алғанша араластыру қажет. Сосын ыстықтау, бірақ қол күймейтін суды алып, үстіне 1 шай қасықтай ас содасын саламыз. Осылай қолымызды салып 20 минут тұрамыз. Қолыңызда жүзіктеріңіз болса шешіп қойыңыз. Осылай 20 минуттай тұрамыз. Қолымыз жібіп, арасындағы кірлері кетіп, толық жібігенше осылай 20 минуттай қолымызды ыстықтау суда ұстап тұрамыз. Сосын қолымызды судан шығарып, бірінші жақсылап құрғатып аламыз, сүлгімен сүртіп. Сосын маскамызды толығымен қолымызға жағып шығамыз. Асықпай, қайта-қайта үстінен жағып, қою болғанша, осы маскаңыз таусылғанша 2 қолыңызға жағыңыз. Білектеріңізге де жағуға болады. Бұл маска қолыңыз жарылып кеткен болса, құрғап кеткен болса, олардың барлығын кетіреді. Масканы аптасына 1 рет жасауға болады, және 3-4 рет жасаңыз. Аптасына 1 реттен 3-4 рет жасаңыз, қолыңыз қалпына келетін болады. Міне осындай жұмсақ, әдемі болады. Артынан қолға жағатын креміңізді жағып аласыз. Жаңағы масканы қолымызда 20 минуттай ұстап жуып тастаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, сұлу болыңыз.